Еңсемнің еңсермейтіні, ойымның аласырмайтыны, әжемнің үнемі айтудан жалықпайтын өнегелі өсиетінің санама сіңуі, бойыма даруы деп білемін. Ескіріп, тіл шыққалы, әжемнің етегіне жармасып, тамағына таласып өскен жандардың бірі мен едім. Дегеннен-ақ сөз саптауы бөлек еді. Жиын болсын немесе кісі қарасы көп жерде сөз алғанда келген мейрамның аузын аштырып, бәрі де құлақ түріп ұйып тыңдайтын. Ата-ананың тәрбиесінен бөлек осы үлкен кісінің тәрбиесінде өстім. Сондықтан мен әжемнің айтқан бір қатар ақыл өсиетін айта кетейін. Сіз де құлақ түріп тыңдаңыз, оқырманым. Қызым, үлкендердің алдын кес-кестеме, одан бұрын орағытып сөйлеме. Ұлық болсаң кішік бол дегендей, жасы үлкендерге сәлемдесіп, қол ұшын беруге әзір тұр. Жақсылық жасасаң, ешқашан міндетсінбе. Адамдардан қайтпаса, Алладан қайтады. Үнемі таза жүр, тазалық денсаулық кепілі. Үйді таза ұста, артыңды жинап жүр. Көрген кісі қыздың жиған жүгіндей, мұнтаздай тап-таза дейтін болсын. Отбасыңда қандай да бір қиындықтар, кикілжіңдер болса, сыртқа шашпа. Бөгде адамдарға сырыңды ашпа. Көпшілік ортада өзіңді еркін ұста. Ерсі күлме, етегің ұзын болсын, тілің қысқа болсын. Кім-кім көңіліңе қонымсыз сөз айтса, жылы жүзбен жауап беруге тырыс, немесе үндеме. Үнемі дерлік әдемі сөз сөйлеуге әдеттен, балағат сөзден аулақ бол. Құлыным, біреуге жамандық жасасаң да, қайырымын, кесапатын, зиян зардабын өзің тартасың. Жақсылық жасасаң да шарапаты өзіңе тиеді. Жасаған жақсылығыңды көпсінбе, міндетсінбе. Тұрмысқа шыққанша өсіп өнген ұяңның арымен беделсің. Қанатыңды қомдап, қонар жеріңе қонған соң, сол шаңырақтың түтінін түтетіп, отынымен кіріп, күлімен шық. Себебі ендігі жерде сен сол шаңырақтың шаттығының, шайқалмауының ұйытқысысың. Көптеген жақсылықтарға жетудің себебі үлкендердің батасы. Көнекөз қариялардың разылығын көбірек ал, жолың ашылады. Жоқтан бар еткен, ең әдемі пішін берген, керекті мүшелерді, күштерді берген, ақыл сана берген, азық сусыныңды, асап жер дәміңді, себепсіз, ақсыз берген құдіретті Алла тағаланы, шүкіріңді айтуды жалықпағайсың жан ботам. Көпшілік алдында аз сөйле, тіл кіші болса да айыбы үлкен қалқам. Қыз баланың сумақай тілді сыпсаң сөзді болғаны өте сүйкімсіз. Жауласаң, сыпайы әрекет қимылыңмен, күлімсіреген жүзіңмен, жылы жұмсақ сөзіңмен жаула адамдардың жүрегін, көркем мінез иесі бол. Жомарт бол, қонақ келсе жайғап, көңілін тауып төбеңе көтер. Қолыңдағы соқыр бақыр тиының соңғы сыйың болса да, қолына ұстатып жібер. Одан қазаның ортайып қалмайды, жылы қабақпен шығарып сал. Дүниелік болмайтын істерге бола араздасып, бір жола көріспей, ара қатынасын үзіп кететіндерді құлақ естіп көз көрген талай. Жан-жағыңмен жауласпай, бауыр бол балам. Кедейлік жалқаулықтан келеді. Ешкімге мұқтаж болмау үшін білегіңді сыланы, еңбек қыл. Жаман адам жұқпалы келеді. Ортаңды жақсы адамдармен толтыр. Адамның жүрегі сүзгіш секілді, жақсыны да, жаманды да сіңіріп алады. Әдемі, көркем қасиеттерімен жарқырат жүрегіңнің ішін. Берген қол алаған қолдан жақсы. Шама шарқың жеткенше мұқтаж адамдарға садақа беріп тұр. Мәдениетті бол. Бір істі бастамас бұрын үлкендердің ақылына жүгінген артық етпейді. Достарыңның ортасында сыйлы бол, қадірің түспесін деп әжем көптеген мағыналы сөздерді айтып отырады. Қарты бар үйдің қазынасы бар демекші, ақылшы дарияларымыз, үлкендеріміз аман болсын.